Уважаемые абитуриенты и родители, в текущем году отбор абитуриентов в Карагандинскую академию МВД будет проходить в 3 этапа. Первый этап – отбор по медицинским показаниям. Абитуриенты проходят окончательное медицинское освидетельствование для определения годности к поступлению на учебу. Второй этап – проверка физической подготовки абитуриентов. Третий этап – зачисление абитуриентов в число курсантов вуза на конкурсной основе в соответствии с баллами ЕНТ, с учетом отбора по медицинским показаниям и результатам физической подготовки. Прием кандидатов будет открыт и прозрачен. Минимизированы коррупционные риски. Данные кандидата зашифровываются путем присвоения уникальных ID-кодов. Оценочные листы приемной комиссии заполняются сразу же в цифровом формате, без возможности последующих изменений. Результаты всех этапов вносятся в электронную базу с обеспечением логирования, то есть любая корректировка оставляет за собой цифровой след. Ведется онлайн-трансляция сдачи нормативов по физической подготовке через социальные сети. Родители будут иметь возможность наблюдать за процессом отбора, не выходя из дома. В состав приемной комиссии будут включены представители Центрального аппарата МВД, представители антикоррупционной службы, общественности, ДСБ и ЦВВК. Добро пожаловать на обучение в Карагандинскую академию МВД. Государственная служба – это всегда стабильное социальное положение, заработная плата и хорошая возможность построить успешную карьеру. И если ты абитуриент в поисках своей будущей профессии, это видео для тебя. Казахстан стремится попасть в число 30 развитых государств мира. Разработан план нации 100 конкретных шагов. И сейчас особое внимание уделяется отбору кандидатов на службу в органы полиции, их подготовке и квалификации. Потому что от правильного решения полицейского зависит судьба человека, а благодаря слаженным и грамотным действиям – жизнь, здоровье и покой жителей нашей страны. Если ты разделяешь эти убеждения, то Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова приглашает тебя получить знания и опыт от лучших преподавателей, настоящих профессионалов своего дела. Карагандинская академия реализует государственный заказ по подготовке следователей и криминалистов и имеет ряд преимуществ перед другими высшими учебными заведениями. В первую очередь это бесплатное обучение, бесплатное проживание и питание, а также гарантированная ежемесячная стипендия. Мы заботимся о здоровье наших курсантов и обеспечиваем бесплатное медицинское обслуживание. Выпускникам Академии присваивается звание лейтенант полиции и гарантировано трудоустройство в органы внутренних дел на офицерские должности. Время обучения курсантов засчитывается как общий трудовой стаж и приравнивается к срочной воинской службе. Обучаться вдали от дома – это значит скучать по своим родным и близким. Все дорожные расходы во время каникул Академия берет на себя. Карагандинская академия Министерства внутренних дел – легендарная академия. Из ее стен были выпущены более 60 генералов и 30 докторов наук. Вступай в ряды защитников Отечества. Внеси свой личный вклад в борьбу с преступностью и созидание современного, безопасного государства. Не теряй свое время и подавай документы прямо сейчас. Порядок поступления и требования для абитуриентов можно узнать на сайте kpa.gov.kz. Армысыздар ханымдар мен мырзалар, яғни біздің оқырмандар, сіздерге Ішкі істер министрлігі Баримбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясына оқуға түсудің жалпы кезеңдерімен таныстыра өтейін. Біріншіден, наурыз бен мамыр айлары аралығында өзіңіздің жергілікті полиция басқармасы бойынша кадр саясаты бөліміне немесе біздің kpa.gov.kz сайт арқылы құжаттарды жинай аласыздар. Жергілікті полиция басқармасы бойынша кадр саясаты бөлімінің қызметкерлеріне барсаңыздар, сіздерге құжаттар тізімін береді жинайтыны және аудандық әскери комиссиядан өту бойынша жолдама қағазын береді. Біздің сайт арқылы kpa.gov.kz сайт арқылы кіретін болсаңыз, бакалавриат батырмасын бассаңыз, сол жерде барлық құжаттар тізімі көрсетілген, электронды түрде құжаттар тізімін салып, барлық анықтамаларды толтырып болғаннан кейін, академия қызметкерлері сізге аудандық әскери комиссиядан өту бойынша жолдама береді. Сол бойынша аудандық әскери комиссия өтетін боласыздар. Негізгі медициналық талаптармен таныстыра кететін болсам, жігіттер үшін бойының ұзындығы 170 см болуы тиіс, өсу аймағы 168-169-дан кем болмауы тиіс. Қыздар үшін бойының ұзындығы 160 см, өсу аймағы
аймағы 158-159-дан кем болмауы тиіс. Көру қабілеттілігі -3-тен +3-тің аралығында. Немесе оған дейін лазерлік коррекция жасап емдеткен болсаңыздар, ол оқуға түсуге шектеу болмайды. Құжаттардың барлығын жинап, әскери аудандық комиссиядан өтіп болғаннан кейін, шамамен шілде айында Қарағанды қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан Долинкан кентінің оқу далалық лагерінде талапкерлер жиналатын болады. Ол жерде талапкерлеріміз дене шынықтыру бойынша нормативтер тапсыратын болады. Яғни жігіттер үшін бұл 100 метрге жүгіру, 1000 метрге жүгіру және биік белтемірге тартылу. Қыздар үшін бұл 100 метрге жүгіру, 1000 метрге жүгіру және денені жатқан қалыпта көтеру. Және соңғы медициналық тексерістен өтетін боласыздар. Барлық аталған кезеңдерді сәтті өтіп болғаннан кейін талапкерлеріміз конкурстық іріктеуге жіберілетін болады. Конкурстық іріктеудің негізгі көрсеткіштері талапкерлердің ұлттық бірыңғай тестілеу балы және медициналық физикалық көрсеткіштерінің жағдайы. Конкурстық іріктеуде ұлттық бірыңғай тестілеудің балы бірдей болған жағдайда әскери немесе заңды бағыттағы ұйымдарды бітірген туралы құжаттары бар және спорттық жетістіктері бар талапкерлеріміз басымдылыққа ие болады. Және де тағы алып қосарым, спорт шеберлері дене даярлығын тапсырмайды. Ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 50 балдан кем болмауы тиіс. Кез келген вариацияда 2 тақырыпты таңдай аласыздар, тек шығармашылық пәннен басқа. Және таңдалған әрбір пәннен 5 балдан кем болмауы тиіс. Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында жалпы 2 мамандықта даярланады. Ол бірінші сотқа дейінгі тергеп тексеру, яғни тергеуші және жедел криминалистика, криминалист мамандығы. Оқуға қабылданған талапкерлеріміз мемлекеттік қаржыландыру бойынша оқитын болады және жататын орны, тамақтандыру барлығы академия өзі төлейді. Жігіттер үшін академияда оқу мерзімі әскери борышын өтелумен тең болады және еңбек сіңірген жылдары мен еңбек өтіліне есептеледі. Тағы да оқуға түсу бойынша толық ақпаратпен және академия туралы мағлұматтармен біздің kpa.gov.kz сайтынан көре аласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Құрметті жас түлек, мектепті аяқтап болашақ мамандығынды таңдап жүрген болса, сені Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясына білім алуға шақырамыз. Қарағанды академиясы тергеушілер мен криминалистер даярлауда мемлекеттік тапсырысты орындап, тегін оқыту, тегін жатақхана мен тамақтану. Сонымен қатар, кепілдендірілген ай сайынғы шәкіртақы. Біз өз курсанттарымыздың денсаулығына қамқорлық жасап, тегін медициналық көмек көрсетеміз. Академия түлектеріне полиция лейтенанты атағы беріледі және ішкі істер органдарына офицерлік лауазымдарға жұмысқа орналастырылады. Курсанттардың оқыған мерзімі жалпы еңбек өтіліне қосылады және әскери борышын өтеумен тең болады. Қарағанды академиясы аты аңызға айналған академия. Онда 60-тан астам генерал мен 30-дан астам ғылым докторлары білім алған. Барлық қойылатын талаптар және құжат тапсыру тәртібін kpa.gov.kz сайтынан білуге болады. Құрметті жас түлек, дұрыс таңдау жаса. Біз сені күтеміз. Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова – устойчивая инновационная научно-образовательная организация, академия нового поколения, эффективно интегрирующая науку, образование и передовой опыт правоохранительной деятельности. Созданная впервые в Казахстане в 1956 году, академия имеет богатую историю и сложившиеся традиции. Миссия Академии – быть центром обеспечения органов внутренних дел высокопрофессиональными кадрами нового формата, владеющими передовыми знаниями и профессиональными компетенциями в сфере противодействия преступности. В Академии обучение осуществляется на 3 языках, что позволяет готовить востребованных специалистов для правоохранительных органов Казахстана, соответствующих международным стандартам. Министерством внутренних дел по поручению главы государства проводится системная работа по модернизации деятельности, которая направлена прежде всего на обеспечение открытости и прозрачности полиции, повышение уровня доверия граждан и защиту их конституционных прав. Следуя реалиям и потребностям существующей системы профессионального образования сотрудников ОВД, необходимости постоянного личностного роста, в Академии функционируют факультеты, осуществляющие подготовку руководящего и среднего начальствующего состава ОВД. В ходе прохождения курсов слушатели обучаются компетенциям в сфере управления, проектного, кризисного и HR-менеджмента, ораторского искусства.
В соответствующих центрах осуществляется реализация образовательных программ, курсов повышения квалификации специалистов по противодействию киберпреступности, экстремизму по информационно-идеологическому направлению деятельности казахстанской полиции. Академией, в том числе и на основе государственно-частного партнерства, реализуется широкий спектр платных научно-образовательных услуг для субъектов рынка, что является свидетельством конкурентоспособности, востребованности и клиентоориентированности предоставляемого сервиса. Факультет послевузовского образования реализует образовательные программы послевузовского образования по подготовке научно-педагогических и управленческих кадров. Передовые педагогические технологии, современный уровень научных исследований и профессионализм преподавательского состава являются залогом успешной подготовки магистрантов и докторантов. В условиях реформирования и модернизации